Сәлем достар, бүгін біз 5 айлық баланың дамуы туралы айтатын боламыз. Жалпы 5 айлық баланың қарыны тоймай ашып жылай береді деп көп ата-ана жауап түсіреді. Әрине балаға тамақ қосымша ретінде бере бересіз, бастайсыз. 5 айлық баланың бойы орта есеппен 60-70 см аралығында болады. Яғни алдыңғы 4 айлыққа қарағанда 2-3 см өседі. Салмағы 5-8 килограмм арасында болады. 600 грамм немесе 100 граммға дейін қосатын болады. Басы дөңгелек 41-45 см аралығында болады. Тері асты май қабаты жетіледі. Қол аяғында қыртыстар пайда бола бастайды. Тамағының астында бұғағы шығады. Бұлшық еттері жетілуінде арта түседі. Иық бетінен жатқан бала басын иығымен қоса ұзақ көтеріп тұра алады. Және де алақанын тіреп кеудесін барынша көтереді. Басын көтеріп жан-жағына қарайды. Шалқасынан жатқанда бала аяқ қолын және де басын көтеріп отырғысы келеді. Қимыл жасайды. Осы уақытында шалқасынан жатқан бала иық бетінен немесе керісінше аунап алатын болады. Иық бетінен жатқан баланың алдына бір зат қойса оған ұмтылады, яғни аяқтарын тырбыңдатып еңбектеп кететіне әрекет жасайды. Баланың туылған кездегі гипертонусы толық жойылады. Бала қолына алған затты 30 секунд бойы ұстап тұра алады. Баланың жәнегі жатқан жеріндегі жан-жақта ойыншықтар қойса, сол ойыншықтарға қарай біраз ойнайды да лақтырып тастайтын болады. Енді бұрынғыдай кез келген ойыншықты ұстай бермейді, таңдайтын болады. Кез келген ойыншықты қолын, аяғын аузына тығып, саусақтарын сора беретін болады. Оны қайтарып отыру керек. Себебі соған үйренісіп жатса, тістері қисық өсе бастайтын болады, микроб кетеді және қолдары да қисық болып өсе бастайтын болады. Егер қайта-қайта сала беретін болса, қолына мақтадан жасалған қолғап кигізіп қою керек. Баланы емізуді ендігі уақытқа қойған дұрыс. Арасын 4 сағатта жиілік күніне 4-5 реттен емізіп, және де есте сақтайтын жағдай түнгі ұйқысы мен күндізгі ұйқысын ауыстырып алмау керек. Яғни баланың түнгі сағат 11:00-де ұйықтаса, немесе 6:00-ге дейін емізген дұрыс. Міне баламыз ержетті деген сөз. Оның асқазаны ана сүтімен басқа да тамақтарды қабылдауға дайын. Және де оның арнайы пюрелер дайындап жасап беру керек. Көкөністі пюрелерін аз-аздан бастап бере бастау керек. 5 айлығында баланың тістері жарып шыға бастайды, бірақ әр бала әрқалай 4 айында да балалардың тістері жарып шығатын балалар да болады. Тісі қатты қышиды. Кез келген затты аузына салып, қышқырып, жылап, тістеп мазасы кететін болады. Ойыншықтарды жұмсақ болмауы. Аптекада арнайы резеңке жасалған. Тістеуге қолайлы, ойыншықты жиі тазалап беріп отыруға және де арнайы қышуды басатын гельдер де болады. Гельдің пайдасы бала тісінің қышуын басып қана қоймай, тісті жарып шығуына да көмектеседі. Алайда дәріге сүйеніп отырып кетуге болмайды, жиі пайдалануға да болмайды. Тісі шығуына да дене қызуы көтерілетін болады. 38 градусқа дейін және де үлкен дәреті 4-5 реттен жасыл сұйық болуы мүмкін. Үлкен дәреті 2-ден 5-те дейін рет шығатын болады. Дені сау, ана сүтіне тойып отырған бала күніне 6 немесе 10 реттен зәр шығарады. Ұйқысы. Баланың ұйқысы азая береді. Түнде 8-10 сағат ұйықтайды. 2 рет тамақтануға оянады, ал күндіз 2-3 рет ұйықтайды. Екеуі ұзақ 1 сағат. Біреуі қысқа 20 минуттай, ал қалған уақытының барлығы дүние тануға арнайды, яғни ойнайды. Жалпы баланың дамуы, көруі 5 айында көзіне түскен заттарды ұзақ қарайтын болады. Ол қозғалмай тұрса да 70-80 см қашықтықта заттарды ажырата алатын болады. Ата-анасын басқаларынан ажыратады. Басқалар келсе қорқып, сақтанып, жатырқап жылайтын болады. Ата-анасын көргенде көңіл-күйі көтеріліп сала береді. Сенімділік пайда болады. Айына 1 рет келетін басқа жан-жақта тұратын ата-әжелері 1 ай салып келсе, мықтылып қалады. Көзіне жас келген заттарға ұзақ қарап зерттейді. Осы уақытында өзінің қолын және аяғын ұзақ зерттейтін болады, ойнайды. Естуі, яғни дауыс шықса 4-5 секунд қатып қалады және тыңдайды, не екенін ажыратады. Өзімен сөйлескенді, өзімен сөйлегенді
біледі, ата-анасының дауысын. Егер күлсе, еркелетіп, атын айтса, аяқ-қолын ербеңдетіп, мәз болып, гулеп сөйлескісі келеді. Ал егер қатты ұрсып сөйлесе, ренжіп жылайтын болады. Және де баланың ананың құрсағында жатқанда темірдің қорын көп қылып жинап алады. Сол жиналған қор 4 айдан соң таусыла бастайды. Бала анемия шалдығуына да кездеседі. Ана сүтімен келіп жеткен темір және ана сүті күн санап өскен балаға жеткіліксіз болады. Сол себепті балаға темірге бай тамақтарды, витамин, көкөністер пюресін беріп бастау керек. 5 айлығында баланың тамақтандыру көкөніс пюресінен бастау керек. Пюренің құрамында сәбіз, капуста, кабачи, жасыл горох және картоп болған дұрыс. Алдымен осы көкөністерді тазартып аласыз, содан кейін барып қайнатамыз. Алдымен ұзақ піскендерді саламыз, сосын барып пісетіндерді үкештен өткізіп майдалайтын боламыз. Және де достар, есте сақтайтын жағдай, беріп жатқан көкөністің вирусы бөгде заттарға аллергия тудыруы мүмкін. Бірақ осы уақытқа бала асқазанында ферменттер кептеп бөлініп, қорытуға шамасы жетіп қалады. Десек те абай болғанымыз жөн. Аллергияға бейім көкөніс, сәбіз, картоп, аллергия болмау қауіпті өте аз, капуста мен кабачок. Аллергия шығып жатқанда дәрігерге қаралу керек. 5 айлық бала достарымызбен, туысқандарымызбен бөлісіп жіберсеңіздер болады.